Қазақстанда ең көп жалақыны кімдердің алып жүргені әйгіленді. Ұлттық статистика бюросы елдегі жалдамалы қызметкерлердің айлық табысы жайлы мәлімет таратты. Санақшылар 2024 жылдың 4-ші тоқсанына қатысты сандарды жариялап отыр. Сөйтсе, ең көп жалақыны қаржы және сақтандыру қызметінде жүргендер алады екен. Айлығы 890.573 теңге. Ал 856 мың теңге тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу саласының мамандарына берілетін көрінеді. Ақпарат және байланыс саласында жүргендерде осал емес, айлық табыстары 810 мыңның ар жақ бер жағында. Ал ең төменгі жалақы қонақ үй және тамақтану қызметін көрсететін салаға тиесілі. Соммасы 258.775 теңгеге тең. Өңірлер бойынша талдап көрсек, жалақысы ең жоғары жалдамалы қызметкерлер Атырау, Ұлытау, Маңғыстау облыстарында тіркелген, табыстары 564 мың мен 593 мың теңге аралығында. Ал 3 мегаполисте көрсеткіш төменірек. Астанада 548 мың болса, Алматыда 533 мың, ал Шымкентте 303 мың 924 теңге болған.